Мен Көккөз Нұргүл Ашимовна, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы Абай атындағы номер 2 мектеп-лицейінің биология пәні мұғалімімін. Педагогикалық санатым педагог-зерттеуші. Ұстаздық қызметте еңбек етіп келе жатқаныма 24 жыл болды. Менің білім жолым Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы Нұркен Әбдіров атындағы номері 10 орта білім беретін мектебінен бастау алды. Бұл білім ордасын 1994 жылы тамамдап, ұстаз болу арманымды жүзеге асыру үшін Ибни Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетіне оқуға түстім. 2002 жылы аталған оқу орнын үздік дипломмен аяқтап, еңбек жолымды Балқаш қаласындағы Абай атындағы номер 2 мектеп-лицейінде биология пәнінің мұғалімі ретінде бастадым. Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының «Мұғалім қандай болса, мектеп һәм сондай болмақшы» деген сөзі мен үшін өмірлік ұстанымға айналды. Себебі ұстаздың әрбір ісі, әрбір сөзі мен әрекеті өскелең ұрпақтың болашағына ықпал етеді. Биология тек табиғат туралы ғылым ғана емес, ол өмірді тану, қоршаған ортаны құрметтеу және ғылыми ойлауды қалыптастыру пәні. Сондықтан әр сабағымда оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытып, олардың шығармашылығы мен сыни ойлауын жетілдіруге ерекше көңіл бөлемін. STEM менің педагогикалық қызметімнің негізгі бағыттарының бірі. Сабақтарымда STEM технологиясын жүйелі түрде қолдана отырып, оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастыруға басымдық беремін. Зертханалық жұмыстар, жобалық тапсырмалар, тәжірибелер мен пәнаралық байланыс арқылы оқушылардың сыни ойлау, зерттеу және мәселе шешу дағдыларын дамытамын. Бұл тәсіл оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, білімді өмірде қолдана білуіне мүмкіндік береді. Осы тәжірибемнің нәтижесінде STEM бағыты бойынша авторлық бағдарлама әзірледім. Бағдарлама сараптамадан өтіп, STEM технологиясын тиімді қолдануға арналған әдістемелік құрал ретінде пайдаланылып келеді. Абай Құнанбайұлының «Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға» деген қанатты сөзі менің күнделікті еңбегімнің басты қағидасы. Ұстаз үшін ең үлкен марапат шәкіртінің жетістігі мен ел игілігіне қызмет ететін азамат болып қалыптасуы. Әл-Фараби, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген. Сондықтан мен үшін білім мен тәрбиені қатар беру ұстаздық парыз. Мен өз кәсібімді үлкен жауапкершілікпен атқара отырып, үздіксіз ізденуді, кәсіби дамуды және жаңашылдықты басты мақсатым деп білемін. Себебі бүгінгі ұстаз тек білім беруші ғана емес, оқушының бағыттаушысы, зерттеушісі және шабыттандырушысы. Сөзімді Мағжан Жұмабаевтың мына даналық сөзімен аяқтағым келеді. Ұлттың болашағы мектебінде. Бүгінгі шәкірт ертеңгі ел тізгінін ұстайтын азамат. Сол себепті сапалы білім мен саналы тәрбие беру менің өмірлік мұратым.